Сәлем, менің парақшама, менің YouTube блогыма қош келдіңіз. Менің есімім Жұлдыз. Кітап оқумен, кітап жазумен және кітап сатумен айналысамын. Жалпы шығармашылықпен айналысатын адаммын. Сөйтіп, мен өзімнің шығармашылық жолымды кеңейту мақсатында осы бір YouTube каналды қолға алуды бастадым. Осылай видео түсіріп жүргеніме негізі көп болған жоқ. Бұл бір енді алғашқы видеоларымның бірі. Енді мен қазір бір түсінгенім, маған осылай видео түсіру біраз жеңілдей бастағанын сездім да. Бұрын сценарий құру керек, ойбай, не айтамын, нені қалай айтамын деп ойланатын. Ал қазір камераны ашам, қоям, ішінде жиналған дүниені просто бөлсем дейтін ниетпен түсіретін болдым. Дәл осы видео дәл қазір солай түсіріліп отыр. Және де мен соңғы уақытта бір комментарийді көріп қалдым. Бір ғана комментарий ғой. Соның өзі маған өте үлкен шабыт берді. Кәдімгідей деп мен онда тоқтатпауым керек, бұл белгі дедім де кәдімгідей. Сөйтіп мен видеоларды дальше жалғастыруды шештім. Дәл қазіргі видеода мен творческий адамға, шығармашылық адамныңға әсер ететін адамдар жайында айтқым келіп тұр. Жалпы негізі шығармашылықпен айналысатын адам болсын, тіпті айналыспайтын адам да болсын, кез келген адам өмірінде мынандай бір адамдар болады да. Сенің идеяңды түкке тұрғысыз етуге дайын тұратын, саған сенбейтін, сенің идеяңа сенбейтін, басыңдағы қиялыңды бір құнсыздандырып тастайтын бір адамдар болады да. Кез келген адамның өмірінде болады ол нәрсе. Және дәл осы адамдар енді творчествомен айналысам дейтін адамдардың жолын кесіп қояды да. Менің жүрегіме бататыны сол. Себебі бұл адамдар біз үшін өте бір қадірлі, құрметті адамдар болады негізінде. Ол отбасымыздан шығуы мүмкін, туысқандардың арасынан болуы мүмкін, тіпті достарымыздың немесе ұстаздарымыздың арасынан болуы мүмкін да. Сондай адам, что мен осылай жасағым келеді, мен ойымда мынандай дүние бар деген кезде оның минустарын айтып, сосын ол идеяның жүзеге аспайтынын айтып, және максимально сенің дұрыс емес екеніңді саған өзіңе дәлелдеп бүйтіп аргументтерін шығарып көрсетіп беретін адам болады да. Бірақ мен айтқым келеді, дәл сол адамдардың сөзі үшін өзіңнің ойға алған нәрсеңді тастап кету дұрыс емес. Сен қанша жерден ол адамды құрметтеп тұрсаң да, миыңдағы дүниені ысырып тастап, өзіңнің өміріңді ысырып тастап, сол адамның көңіліне қарау дұрыс емес. Себебі бәрібір бұл жағдай орын алған кезде сен ол адамнан қайтарымын күтетін боласың. Өйткені сізде мынандай нәрсе болады да, мен жертва жасадым ғой сен үшін, енді сен маған не бересің дейтін бір әрекет барысында ол көрінеді да. Бұл тікелей осындай сөзбен айтылмауы мүмкін, бірақ іште сондай көңілде қалып кетеді. Сондықтан кез келген адам, әсіресе творчество мен шығармашылықпен айналысатын адам, өзінің бір сумасшедший идеяларын айтқан кезде ешкімнің сөзіне қарамай просто оны жасап көруге тырысуы керек. Тіпті ол бір түкке тұрғысыз сондай бір идея болса да, ничтожный бір идея болса да, оны жасап көргеннен кейін қандай реакция болатыны, адамдардың қандай кері байланыс болатыны маңызды емес. Бастысы сол миыңа келген дүниені жүзеге асыра алуың да, әрекет етуің соған. Ол сәтсіз болуы мүмкін, дәл сол идея. Бірақ ол сенің ең сәтті бір жобаңды жасауға апаратын жолдағы бір қадам. Сенің шығармашылық жолыңдағы бір қадам, яғни сен бір қадам жоғары көтерілесің да. Лестницадағы ступенька бар ғой, сол сияқты сен жоғары көтерілесің. Тек оны жасаған кезде тәжірибе аласың, сабақ аласың, нені қалай жасамау керек екенін көресің да. Біріншіден, ештеңеге қарамай соны жасау керек деп кеңес беремін. Және екіншіден, саған қарсы келетін адамдарға ешқашан ішіңде бір қарсы келу, оған реніш мүлдем сақтама. Тіпті
оған әдейі қарсы тұрғаның себепті де сол ойыңа келген істі жасама. Өйткені бұл тоқталыңыз мағынасын дұрыстап түсіндірген. Сол істі жасаған келгені үшін жаса. Ана адамға әдейі қарсы, ол қарсы болды екен деп, мен үшін оған әдейілеп тұрып мен жасаймын деген ниетте жасамаңыз. Мен осы нәрсені айтқым келеді. Ол адамның сіздің өміріңіздегі мақсаты, ол адамның міндеті, жұмысы, ол сізге көрсетуді, сіздің ниетіңізді еселеуді, ана істі жасауға дейтін. Яғни сіздің шынайы ниетіңіз қай кезде білінеді? Сол істі жасауға ниеттенгеннен кейін қарсы бір ой түскен кезде, қарсы бір пікір түскен кезде сіз оған сынып қаласыз ба, қалмайсыз ба? Шынымен өзіңізге адалсыз ба, арманыңызға, қалауыңызға адалсыз ба, адал емессіз бе? Соны өзіңізге түсіндіру үшін сондай адамдарды Аллах Тағала жібереді. Сондай адамдар алдыңыздан шығады, оларды сөйлетеді Алла Тағала. Және сіз оларды естисіз, фильтрлейсіз, анализ жасайсыз, және өзіңіздің басыңызбен жауапкершілікті өзіңіз ала отырып әрекет жасайсыз. Сол себепті де ол адамдар өзінің міндетін атқарып жатыр, өзінің қызметін атқарып жатыр, сізді одан сайын мықты етіп жатыр. Сондықтан оларға кек сақтамаңыз, құрметіңізді ешқашан түсірмеңіз. Маған қарсы келді ғой, ойбай мені қолдамады ғой деген сияқты. Оның қолдамауының өзі сізді қолдау негізінде. Кейін сіз өзіңіздің миыңыздағы дүниені жүзеге асырғаннан кейін ол адам өзгереді. Ол адам сізді қолдайтын болып бастайды, кейін сізден кеңес сұрауы да мүмкін да. Егер де сіз ішіңізде кек сақтаған болсаңыз, кезінде маған сенбеген еді осы, кезінде мені бүйткен еді, кезінде мені сөккен еді дейтін болсаңыз, онда сіздің ішіңізде үнемі негатив энергия, үнемі бір негатив бір ой жүреді да, белгілі адамға. Ол бүкіл жұмысыңызда әсер етіп тұрады. Сіз сол негативті көтеріп жүресіз да. Одан да және ол адам кеңес сұрап сізге келген кезде де сіз уже бермейсіз оған ешқандай кеңес, қолдамайсыз оны да. Оған да негативпен ары қарай қайтарасыз да. Бірақ бұл одан сайын бүйтіп ұлғайта береді, қарым-қатынастағы негативті ұлғайта береді. Сондықтан ешқашан өз ішіңізде басқа адамға дейтін негативті сақтамаңыз. Басқа адамға дейтін өшпенділікті сақтамаңыз. Жай ғана оған рахмет айтыңыз. Қандай адам болса да, ол дәл сол әрекетімен, дәл сол сөзімен, дәл сол ойымен сізге дәл сол уақытта керек сабақты, керек бір дүниені берді. Яғни оның қызметі сол еді. Сондықтан шығармашылық адам, әсіресе шығармашылық адам өз ішінде ешқашан бір жаман ойды, жаман бір сезімді ұстап жүрмеу керек та. Өйткені шығармашылық жасаған кезде оның бояуы бір тамшы бір негатив, бір тамшы бір жаманшылық болса іште, ол бүкіл әрекетке бояла береді да. Яғни дағы түсе береді. Ал ең көркем искусство ол тап-таза жүректен шығады. Мен соны айтқым келеді. Сонымен осы видеода мен осы дүниені айтқым келеді. Жасаңыз, қорықпаңыз ештеңеден. Сізді қолдайтын адамдар болса да, болмаса да, сіздің қолыңыздан келеді. Сіздің қолыңыздан келетін болғаны үшін ол сіздің миыңызға келді. Сіз дәл сол істі дәл сіз жасауыңыз керек болғаны үшін ол сіздің миыңызға келді, сіздің жүрегіңізге салынды. Сіз міндетті түрде жасауға, міндетті түрде қадам жасауыңыз керек сол дүниені жасауға. Ол сәтті бола ма, сәтсіз бола ма, маңызды емес. Сәтті болса өсесіз, сәтсіз болса екі есе өсесіз. Бастысы сіз әрекетсіз қалмаңыз, тоқтап қалмаңыз. Сіздің сәтсіздігіңіз, сіздің құлдырауыңыз қай кезде болады, ол әрекет етпей миыңызға келген дүниені бүйтіп мұжып, мусор етіп лақтырып тастаған кезде болады да. Өзіңізді сатып кетесіз, арманыңызды сатып кетесіз, және өміріңізде дисгармония,
гармония кетеді, өміріңізден мән жоғала бастайды да. Сол себепті де өмір қызық қой, өмір дейтін эксперименттерді қорықпай жасайтын, идеяларыңды жүзеге асыратын, мынау қалай болады екен, мынау қалай болады екен, а что если мен бұлай жасап көрсем қалай болады екен деп ештеңеден қорықпай бәрін жасайтын алаң. Яғни оның да бір шеңбері бар, әрине, шариғат шеңберінен шықпаған, Құранның шеңберінен шықпаған сондай бір әстерді жасау керек, қорықпай. Сол арқылы біздің потенциалымыз ашылады. Адамның ішінде шексіз бір қасиеттер, қабілеттер бар. Біз оны аша түсуіміз керек. Біз өзімізді, қабілеттерімізді аша түскен сайын, оны өзімізге көрсете түскен сайын, дәлелдей түскен сайын сондай әрекеттер, мен бұлай жасай алады екен ғой, мынау менің қолымнан келеді екен, мынау менің қолымнан келмейді екен, маған мынау ауыр келеді екен, мынау жеңіл келеді екен деп тани түскен сайын өзімізді, біз сол арқылы Алла тағаланы тани түсеміз. Өзін танымаған адам Алланы танымайды. Ал Алланы танымаған адам өмірдің мәнін танымайды, өмірді тани алмайды. Сол себепті де мен айтарым, үнемі қозғалыста болыңыздар, қорықпай жасаңыздар. Өмір сонысымен қызық. Әрдайым қорқыныштарымыздан биік тұруды Алла тағала нәсіп етсін. Сол арқылы үлкен тау қопаратын істерді жасауды бізге берсін деп тілеймін. Және барлық сіздің айналаңыздағы адамдар тек қана сіздің өсуіңізді қалайды. Ешкім сізді төмен түсуіңізді қаламайды. Барлығы сіздің өсуіңізді, сізді жарқырауыңызды қалайды. Жарқырай түсуіңіз үшін барлығын жасайды. Біреу негатив көрсетуі мүмкін, біреу позитив көрсетуі мүмкін, біреу қолдауы мүмкін, қолдамауы мүмкін, біреу даттауы мүмкін, біреу мақтауы мүмкін. Барлығы қосарлы түрде жүреді, бір-бірден жалғыз емес. Барлығы жұп-жұп, өмірде Аллах тағала барлығы жұп болып жаратылды дейді ғой. Демек, барлығында жұп бар. Күндіз болған сияқты түн бар. Жарық пен қараңғылық бар. Жылу мен суықтық бар. Дәл сол сияқты сіздің өміріңіздегі адамдардың типінде де барлығында қарама-қарсы адамдар бар. Және сіз олардың барлығына бірдей қарай алуыңыз керек.